Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге интернеттегі ең оңай ақша табу жолын айтатын боламын. Ештеңе жасамай, почти ешқандай қиналмастан 3000 теңге қалай табуға болатынын айтамын. Бұл тәсілмен тіпті оқушылар болсын, кішкентай бала болсын, барлығы ақша таба алады. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеода қалай 3000 теңге табуға болатынын мен сіздерге түсіндіріп, барлығын басынан соңына дейін айтатын боламын. Видеоны көрсеңіздер, одан кейін бір күннен кейін сіздер өздеріңіздің 3000 теңгелеріңізді ала аласыздар. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Ал сіз әлі каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Басталмас бұрын біздің телеграм каналымыз бар екендерін естеріңізге сала кетейін. Барлық видеоның описаниясында телеграм каналының ссылкасы тұрады. Сол телеграм каналға өтсеңіздер болады. Бұл жерде ютубқа шықпай қалған схемалар және де көптеген телеграм боттар, көптеген ақша табу жолдары бұл жерге шығып отырады. Одан бөлек бұл жерде комментарий жазуға болады. Өзіңіз қандай сайттан ақша шығарып жатсыз, немесе қандай бір сайтта сұрақтарыңыз болатын болса, осы комментарийға қойсаңыздар болады. Одан бөлек закрепленный сообщениясында бұл бот телеграм каналдың ең мықты деген ақша табу жолдары тұрады. Яғни қалайсың опросник, телеграм бот, там бекстейндж деген обменник өте көп. Жалпы керекті деген ақпараттарды осы закрепленный сообщениеден тауып аласыздар. Сол үшін осы телеграм каналға да тіркеліңіздер. Қараңыздар, ең бірінші бұл ойынды Play Market'тен тартып аласыздар. Play Market'ке блог матчер деп жазасыздар. Блог матчер деп жазған кезде сіздерде примерно 3-ші тұрады. Менде қазір 3-ші тұр. Қазір енді осы приложениеге кіреміз. Міне қараңыздар, мен қазір тартып алып қойғанмын. Сіздер скачать деген басасыздар. Скачать етіп болғаннан кейін, ойынды Play Market'тен скачать етіп болғаннан кейін сіздерде дәл осындай терезе шығады. Яғни промокод жазыңыз деп шығады. Промокод жазған кезде осындай Master Ringo деген промокод жазатын болсаңыздар, сіздерге 100 000 монета береді. Ол 100 000 монета деген рубльмен қанша болатынын барлығын мен осы видеода түсіндіріп көрсететін боламын. Сол үшін осы промокодты міндетті түрде жазыңыздар. Қараңыздар, ойын ашылды. Ал енді бұл жерде мен қалай ойнауға болатынын барлығын қазір түсіндіремін. Бұл ойын шынымен жақсы ақша төлеп жатыр дәл қазір, бірақ бір минутта бір телефонмен 2 реттен артық ақша шығара алмайсыз. Яғни 2 рет қана ақша шығара аласыздар. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. 2 рет қана ақша шығара аламыз. Минимальный сумма шығаруға болатын барлығын қазір айтатын боламын. Өздеріңіз көргендей бұл жерде бір шариктің үстіне 2 цветті келістіру керексіздер. Яғни одан кейін өздеріңіз көргендей үстінде кристаллар жиналып жатыр. Сол кристаллар 33 тұққа жеткенде сандық ашылады. Қазір көрсетемін. Сандық қазір құлтаулы тұр. Бассақ ашылмайды. Менде 66 000 осындай монета бар. Менде сандық ашылды. Басамыз. Міне көргендеріңіздей 696 алмаз жинаппын мен. 696 болады депті. X басамыз. Қайтадан басамыз. 521 көргендеріңіздей дәл осылай анда-санда курстар өзгеріп тұрады. Міне 743 деген по видео ең жақсысы деп ойлаймын. Тейк басамыз, бізге реклама шығады. Міне дәл қазір мен реклама бітті. Примерно 20 секундтай болады. Жабамыз. Міне көргендеріңіздей маған 743 монета келді. Дәл осылай примерно ойнай бересіздер. Ал бұл жерде ең бірінші сіздерде осындай міне 3 басқан кезде осындай терезе шығады. Бұндай терезе шықпауы мүмкін, себебі 2-3 рет сандық ашқаннан кейін ғана шығады. Бұл жерде типа инстаграм бар, и осылай ауыстырсақ болады. Мысалы 4 бұрыш қойсақ болады, домалақ қойсақ болады, 3 бұрыш қойсақ болады. Бұлардың бәрі сатылады. Мен просто сіздерге көрсету үшін сатып алып қойдым. Сіздерге алудың қажеті жоқ. Ең бірінші 4 бұрыш тұрады. 4 бұрышпен жинай берсеңіздер болады. Минимальный сумма шығаруға болатын 500 рублей көргендеріңіздей 1 миллион монета болады. 1 миллион монета бұл жерде вообще қиындықсыз жинап алуға болады. Мен көрген блогерлердің астындағы комментарийлерді оқып көрдім. Примерно 1,5 күнде жинап алған адамдар бар екен. Енді өздеріңіз қараңыздар, 1,5 күнде 500 рублей. Қазір 500 рубльді көбейтеміз 6-ға. Қазір 6-тан болып жатыр. 3000 теңге. 3000 теңге 1,5 күнде. Примерно былайша айтқанда 10 сағаттай уақыт кетеді. 10 сағат тоқтамай ойнасаңыздар. Өздеріңіз көргендей ойын оңай. Просто осылай отыра бересіздер. Ал енді қазір мен кішкене ойнап көретін боламын. Қанша жиналғанын барлығын сіздерге көрсетемін. Менде қазір 67 000 бар. Примерно 20-дан 45 кетті. Примерно 9-ға дейін ойнайын. 15 минут ойнайын. 15 минутта қанша жинағанымды көретін боламыз. Арасында осындай алмаздың суреті бар кубиктар шығып қалады. Сол кубиктің үстін басқан кезде сіздерге осылай 100 алмаз береді. Просто халява. Тейк басасыздар. Бұл жерде де міне өздеріңіз көргендей мен 100 алмаз просто халява алдым. Ол кезде де реклама шығады. Жабамыз. Міне 100 алмаз сразу кетті. И қазір осы сундықты көретін боламыз қанша шығатын. Міне қараңыздар, бір сундық ашылған кезде 30-35 алмаз болып ашылатын еді. Бұл жолы маған көргендеріңізде жаңа 100 алмаз берді. Ал енді 1034 теңге деп тұр. Теңге емес, негізі 1013, тағы да сәл көтерейік. 1267.
тағы да 1270 вроде нормально кеттік. Қазір қараңыздар, енді мен осындай бриллиант алатын боламыз алмасты, 100 алмас берді маған қазір. И сосын уақытта болып қалып примерно осыны бітіреміз, одан кейін ашып көретін боламыз. Менде көргендеріңіздей почти 79 мыңдай жиналады қазір осымен. И 79 мың примерно 15 минутта мен 20 мың монетадай жинай алдым. Вроде бір сағатта 80 мыңға дейін жетуге болады деп ойлаймын. Былайша айтқан кезде 1482 аламыз. Енді қараңыздар, енді өздеріңіз көрдіңіздер, примерно 15 сағат тоқтамай ойнасаңыздар, сіздер 1 миллион монета жинап ала аласыздар. Өздеріңіздің кивиларыңызға 500 рубль, яғни 3000 теңге шығарып ала аласыздар. Ол үшін 15 сағатқа жақын уақыт керек. Одан аздау болуы да мүмкін. Өздеріңіз болады, но оқушыларға болсын, студенттерге болсын, примерно 3000 теңге бір күнде менің ойымша жақсы сияқты.